осы аштыққа не үшін шықтыңыз? Аштыққа шыққанда енді талаптарыңыз белгілі, біз оқып тұрмыз. Осыған сіздің отбасыңыз, үйішіңіз, айналаңыздағы туған туысыңыз қалай қарсы алды? Құралбек Ақназаров, Ансарханұлы. Енді аштыққа жариялау себебім қазіргі осы күнге дейінгі жағдай жұрттың бәрі жақсы біледі. Қазір қазаққа базардан басқа жұмыс қалмады, сөзін шынын айтқанда. Базардың өзінен қазір орын табу қиын, сөзін. Негізі жұмыссыздық жалпы, жан-жақтың бәрін жайлаған. Қазір Назарбаевқа халық керек болмай қалды, сөзін шын. Халықтан әлдеқайда күдерін үзіп қойған адам жатыр, халықтан әлдеқайда алшақ халықтан. Ол соңғы мысалдың өзі мына Қызылағашқа әлі барған жоқ, Назарбаев президентіміз. Ең бірінші ат салысып жүретін адам сол президент. Соның өзі ең соңғы нені өзі дәлел сол жағдайдың өзі. Назарбаевқа халық керек емес екенін. Осы күнге дейін шыдағанымыз жетер деймін мен. Осы күнге дейін айтатын кісілер көп болды, тек қана іске кірісетіндер жоқ. Мен өзім қуаныштым, іске кірісіп, уже бастағанымызға. Ал үйдегі семьям мен қонысты толық қолдайды, қолдауда көрсетіп жатыр, керегімді әкеп беріп жатыр, біз сен жақтамыз деп қолдау көрсетіп жатыр.